Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қарама-қарсы бағытта қозғалысқа берілген есептер. Бірінші, Қаныш Сәтпаев Қазақ КСР Ғылым Академиясының тұңғыш президенті, ұлы ғалым, қоғам қайраткері. Өрнектің мәнін тауып, Сәтпаев атындағы аудан қай облыста екенін тап дейді. Өрнектің мәні 10 миллион болу керек. Бізге берілген Павлодар облысы және Қостанай облысы. Ең алдымен бірінші есепте 40-ты 250-ге көбейтеміз, сосын 850-ге көбейтеміз, оған 1 миллион 500 мыңды қосамыз. Сонда 40-ты 250-ге көбейтсек 10 мың шығады, және осы 10 мыңды 850-ге көбейтіп 1 миллион 500 мыңды қосамыз. Шыққан санымызға 1 миллион 500 мыңды қосатын болсақ, бізде жауабы шығады 10 миллион. Оны Павлодардың астына жазып жіберейін. 10 миллион деп. Тең 10 миллион. Келесі Қостанай облысы. Қостанай облысы 25-ті 800-ге көбейтеміз, оған тағы да 500-ді көбейтеміз, азайтамыз 5 миллионды. 25-ті 800-ге көбейтетін болсақ, бізде шығады 20 мың. Енді оны 500-ге көбейтетін болсақ, бізде 10 миллион шығады. Енді 10 миллионнан 5 миллионды азайтатын болсақ, 5 миллион шығады. Бізде Сәтпаев атындағы аудан Павлодар облысына тиесілі дегенді білдіреді. Келесі геологтар бір станциядан бір-біріне қарама-қарсы екі бағытқа жолға шықты. Бірінші топ жеңіл машинемен, екінші топ жүк машинемен шықты. Сызбаға қара, одан қандай ақпараттарды білуге болады. Бірінші жылдамдық 60 км сағат, екінші жылдамдық 40 км сағат және уақыты белгісіз, жолы 300 км. S тең VT формуласы арқылы T-ны табу үшін S-ті V-ға бөлеміз. Және бірінші 60-қа 40 км сағатты қосамыз, 100 км сағат болады. 300-ді 100-ге бөлеміз, тең болады 3 болады. Бізде 3 сағат уақыт кеткенін білдіреді. Бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қозғалған кезде қашықтық жылдамдықтары қосындысы тең болады. Мысалы 60 қосу 40. Бұл 100-ге тең болады. Ал неше сағаттан кейін автокөліктің ара қашықтығы 300 км тең болғанын табу үшін біз жаңағыны 300-ді 100-ге бөлдік. Сонда бізде 3 сағат болады. Бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қозғалған нысандардың ара қашықтығын, сонда уақыты бізде 3 сағатқа тең болды. Екінші басыншы есеп. Кестені 2А есеп бойынша толықтыр. Бізде ол жерде жылдамдық 100-ге тең болғандықтан S табу үшін 1-ді алдымен 100-ге көбейтеміз. Сонда бізде жауабы 100 болады. Жауабы 100 болады, және 100-ді 2-ге өтеміз, 200, 100-ді 3-ге өтеміз, 300, дәл солай 400 километрге тең болады екен. Үшінші есепте өрнектердің мәнін тап. Өрнектердің мәнін тап. Бірінші бізде жақшаның іші орындалатын, оны білеміз. Алдымен 17728-ге қосамыз 4319-ды және шыққан санды 738920-дан азайтамыз. Екіншіде дәл сондай. Бірінші азайту, одан кейін қосу амалы, үшіншіде бірінші қосу, сосын азайту амалы, төртіншіде бірінші азайту, сосын алдымен жақшаның іші, содан кейін азайту орындалады. 17728-ді 4319-ға қосатын болсақ, бізде жауап шығады 22047. Енді 738920-дан осы 22047-ні азайтамыз. Сонда бізде жауабы шығады 3, 7, 8, 6, 1, 716.873. Келесі екінші есепте
бірінші қосу амалын орындаймыз деген, бірінші азайту амалын орындаймыз дегенбіз. 200 астына есепте 211.729-ға қосамыз 73.704-ті. 9-ға 4 қоса 13 бір ойда 3, 14, 5, 8, 285.433. Енді осыдан 3817 азайтамыз. 6, 1, 6, 1, 8, 281.616. Келесі 29.251 азайтамыз. 12.729 және қосамыз 3018. Бірінші амал бізде азайту амалын орындаймыз. 29.251-ден азайтамыз 12.729. 11-ден 9 азайтсақ 2, 4-ден 2, 2, 11-ден 7 азайтсақ 5, 12-ден 7, 5, 6, 16.522 болады. Және оған қосамыз 3018. 2, 8, 10, 4, 5, 9 және 1, 19.540. Келесі төртіншісі 255.427 азайтамын. 20.735, қосамын 9.999. Бірінші 20.735-ті қосамын 9.999-ға. Бізде жауабы тең болады 30.734-ке. Және 255.427-ден осы 30.734-ті азайтамыз. 30.734-ті азайтатын болсақ, тең болады бізде 22.564 224.693. Енді бізде келесі есеп, төртінші есеп. Вокзалдан бір уақытта екі жолаушылар пойызы бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа жолға шықты. Біріншісі 60 км/сағат, ал екіншісі 70 км/сағат. Алдымен 60 пен 70-ті қосып аламыз, манағы шарт бойынша. Және 4 сағаттан кейін пойыздардың арақашықтығы қанша болды? S-тен VT формуласын пайдаланамыз. осыған 4-ті көбейтеміз. 60-қа 70-ті қоссақ 130, 130-ті 4-ке көбейтеміз. Екі тәсілімізде дұрыс. 60-ті 4-ке көбейтіп және 70-ті 4-ке көбейтіп қоссақ та болады. Жеке-жеке және барлығын қосып 4-ке көбейтсек те болады. Екі тәсілімізде дұрыс болып саналады. Келесі 5-ші есеп. Автобекеттен бір уақытта екі жолаушылар автобусы бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа жолға шықты. Біріншісі 66 км/сағат, екіншісі 59 км/сағат. 6 сағаттан кейін автобустың арасы қанша болды? Дәл жаңағындай болады. 66 қосу 59 және оны 6-ға көбейтеміз. Сонда біз S жолымыз шығады екен. 125-ті 6-ға көбейтеміз. 25-ті 6-ға көбейтетін болсақ, бізде жауабы тең болады 750. Келесі 6-шы есебіміз, 7-ші есебіміз. Екі велосипедші біріне қарама-қарсы кездесу бағытына жолға шықты. Біріншісі 25 км/сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 17 км/сағат жылдамдықпен қозғалды. Бастапқыда екеуінің арасы 84 км/сағат болған дейді. Бізге енді сұрақ қоямыз. Бізде уақыт белгісіз. V1 бар 25 км/сағат, V2 бар 17 км/сағат, S бар 84 км. Енді бізде уақыт жоқ. Сол үшін 25 пен 17-ні қосамыз. Алдымен 17-ні қосамыз 42 болады. Және 84-ті 42-ке бөлеміз. Сонда бізде жауабы 2 сағат. Келесі 9-шы есеп. Екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шықты. Біріншісі жылдамдығы 60 км/сағат, екіншісі 70 км/сағат. Егер екеуі 2 сағаттан кейін kesетін болса, олардың әрқайсысы қанша километр жол жүрді дегенді білдіреміз. Деген шарт екен. Енді 60-ты 2-ге көбейтеміз 120, 70-ті 2-ге көбейтеміз 140. Ал егер барлығын табатын болсақ, қосамыз 120-ға 140-ты тең болады 260. Сонымен балалар, келесі сабақты шығарам.